Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы ай толғақ немесе жалған толғақтан шынайы толғақтан айырмашылығы. Жалпы бұл жүкті қыз-келіншектер үшін өте маңызды тақырыптардың бірі деп білемін. Себебі көбіміз осы босанатын күнді күткен сайын ол ұзаққа созылып кеткен сияқты және қорқынышты болуы мүмкін. Сондықтан жиі ішіміз ауырып, төменге тартып, кез келген белгі бізге толғақ басталып кеткендей сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ кей жағдайда ол жалған толғақ немесе ай толғақ болып қалады. Сол екеуінің айырмашылығын білу үшін осы видеомды ұсынамын. Егер ақпарат өзекті болатын болса, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде каналға жазылып, лайк қойып, және де пікір білдірсеңіздер, менің еңбегімді бағалаған деп білемін. Жалпы ай толғақ дегеніміз, немесе жалған толғақ дегеніміз, ол жаттықтырушы, яғни сіздің организміңізді болашақ шынайы толғаққа үйретуші дайындық толғақтар есебінде жүреді. Енді жалған толғақ пен шынайы толғақтың айырмашылығы, жалған толғақ кезінде біздің жатырымыздың шейка бөлігі, яғни жатыр мойнында ешқандай өзгеріс болмайды. Ал бала дүниеге келуі үшін міндетті түрде біздің жатыр мойны шейкада өзгерістер болу керек, яғни шейка ашылу керек. Сәйкесінше толғақ нәтижесінде жатырымыз жиырылып, шейка ашылған сайын бала дүниеге келеді. Ал жалған толғақ, ай толғақ кезінде шейкада ешқандай өзгеріс болмайды, тек қана жатырымыз жиырылады. Ал шейка ашылмаса, сәйкесінше бала дүниеге келмейді. Яғни бірінші ерекшелік жатырдың мойнында ешқандай өзгерістер болмайды. Ал екінші өзгешелік ай толғақ пен шынайы толғақтың. Шынайы толғақ кезінде жатыр жиырылады және де жиырылу қарқыны үдей түседі. Мысалыға 1 сағат болатын болса, арасы азаяды, бірақ толғақтың уақыты ұлғаяды. Мысалға толғақ 50 минут сайын, 40 минут сайын азайса, ал сол толғақ ауыратын сезім ұзарады. Мысалға басында 15 секунд болса, 20 секундқа, 40 секундқа қарай ұзая береді. Ал ай толғақ кезінде ешқандай да қарқында өзгермейді, ауру сезімінде өзгермейді. Бағана 1 сағат бұрын қандай болса, келесі сағаттарда дәл солай болады. Және де ол ай толғақ 1-2 күнге жалғасып кетпейді. Немесе 8 сағаттан аспауы мүмкін, 16 сағаттан. Және де біраз уақыт көңіліңізді басқа жаққа аударатын болсаңыз, ол ауру сезімі мүлде ұмытып кетуіңіз мүмкін. Яғни екінші ерекшелік ол қарқыны мен ұзақтығының ешқандай да өзгеріс тудырмауы. Жалпы осы толғақтарыңыз жеңіл өтіп, аман-есен сәбилеріңізбен қауышуды Аллахым нәсіп етсін. Сау болыңыздар.